Кітап маған тақтан да қымбат. Қазақтың тілі соншалықты мол. Ләкин қазақтың тілімен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық әм анық болар еді. Егерде біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Жақсы кітап оқымайтын адамның кітап оқи алмайтын адамнан еш артықшылығы жоқ. Кітаптың бір мақсаты агитация десек, кейбір шарттары орындай отырып, оны да жүргізуге болады. Болмаса желігіп отырған жеңіл қолмен жазып жіберген жарнама дейді. Білген, көрген болмысынан туған шындық кітабы болып шыға алса, содан арғы зорғы мұраты жоқ. Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Іске деген сүйіспеншілігі бар мұғалім жақсы мұғалім болады. Егер мұғалім шәкіртін әкесіндей, шешесіндей сүйетін болса, ол барлық кітаптарды оқыған, бірақ іске де, шәкірттеріне де сүйіспеншілігі жоқ мұғалімнен тәуір болмақ. Егер мұғалім өз бойында іс пен шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктірген болса, ол кемел ұстаз. Кітап асып таспайтын асыл досымыз. Көрінген кітапты оқи берген жарамайды. Көңілге туған сауалдарға жауап бере алатын кітаптарды оқыған абзал. Барлық тамаша кітап бір-біріне ұқсас келеді. Себебі олар өмірден шынайы. Дүние жүзінде жақсы кітаптар көп. Бірақ бұл кітаптар оларды оқи білген адамдар үшін жақсы кітаптарды оқи білу, жазуды тани білумен тіпті де тең-бетең нәрсе емес. Кітапты өртегеннен де ауыр қылмыс бар. Ол оларды оқымау. Әлемдегі ең керемет кинозал ми. Бірақ сен оны тек кітап оқығанда ғана түсінесің. Кітап оқу мұның өзі әлі ештеңені білдірмейді. Нені оқу және оқығанды қалай түсіну? Басты нәрсе міне осында. Тірлігім көбейген сайын көбірек оқимын. Кітап оқу мұның өзі әлі ештеңені білдірмейді. Нені оқу және оқығанды қалай түсіну? Басты нәрсе міне осында. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Өзіңді өзің тану үшін кітап керек. Өзгені тану үшін кітап керек. Кітап өмір ұстазы. Сондықтан жастар кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес.